Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырып бүйрек ауруының басты белгілері. Сонымен қатар Enel компаниясының өнімі Водолей шайы және детокстың 3-ші қадамы туралы айтатын боламын. Бұл өнім ер адамдарға да, әйелдерге де бүйрек және жыныс несеп жолдарына арналған комплекс болып табылады. Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшенің бірі. Бүйрек әлсізденсе, бет, аяқ, қол, көздің айналасы ісіп кетеді. Бүйрек ағзадағы суды реттейтіндіктен, оның жұмысы бұзылса, қан айналымы нашарлайды. Мұны ретке келтірудің оңай шешімі ұйқы алдында суды аз мөлшерде ішіп, белге арналған жаттығу жасау. Әйелдердің тез тоңу себебі бүйрек әлсіздігінен пайда болады. Мұндай құбылысты жеңу үшін тамақтану рационын қадағалап, қой еті, сиыр еті, ащы бұрыш және пияз, зімбір секілді азықтарды көбірек пайдаланған жөн. Сонымен қатар бүйрегі әлсіз адамдар тез қартаяды. Ал мұның алдын алу үшін түрлі емдік шараларды пайдаланып, жеңіл жаттығу түрлерін жасаған дұрыс. Бастың ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың шаршауы, ойдың үнемі бөлініп кетуі де бүйрек әлсіздігінен пайда болады. Мұндай өзгерістерді жеңу үшін қаздың етін, саңырауқұлақ, жүзімді үнемі пайдалану керек. Бүйрек әлсіздігінен әйелдердің ішкі секреция жүйесі әлсіреп, бүйрек үсті безінен адреналин бөлініп азаяды. Денедегі зат алмасу процесі бұзылады. Ол артық май жиналуына себеп болады. Оған қарсы тұру үшін алақанды бір-біріне ысқылап, жылы күйінде бүйрекке басу. Мұны күніне бірнеше рет қайталаған жөн. Сонымен қоса қаз, қоян, балық еті секілді азықтарды көп тұтынған дұрыс. Бүйрек әлсіздігінен қан қысымы артады. Мұндай белгілер байқалысымен аурудың алдын алып, емдік шараларды қолданған дұрыс. Детокстың 3-ші қадамы ағзаны тазалайды және бүйректің қызметін жақсартады. Детокстың 3-ші қадамы бүйрекке әсері бар. Зәр шығару процесін реттейді. Суық деген болса емдейді. Өнім құрамындағы опунций өсімдігі дененің артық суларды шығарып, ісікті кетіреді. Ал калий цитраты денедегі пайдалы минералдардың шайылып кетуіне жол бермейді. Детокстың құрамында екпе, шиырмақ, опунций, бүріккіл, қырықбуын сығындылары және калий цитраты бар. Детокс бүйректі тазартады, артық сұйықтықтарды шығарады, ісінулерді басуға көмектеседі, минералдардың шайылып кетуіне үлкен көмегін тигізеді. Бұл өнімді ересектер күніне 2 капсуладан қабылдайды, таңертең және кешке. Емдеу ұзақтығы 10 күн. Ал егер сіз профилактика ретінде қолданатын болсаңыз, 1 ай ішесіз, 1 ай демаласыз. Бір ескерте кететін жайт, жүктілік кезінде немесе баласы бар аналар мүлде қолдануға болмайды. Достар, менің YouTube каналым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.